Халықаралық Қазақ-Қытай тіл колледжі химия биология пәнінің оқытушысы Ерғазина Алтынай Жүнісбековна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы белоктар. Сабақтың мақсаты білім алушыларға белоктар, белоктардың құрылымы, атқаратын қызметі жайлы түсінік беру. Ғаламтор материалдарын қолдана отырып, алған білімдерін тереңдету, дүние танымын кеңейту, білім алушылардың ойлау қабілетін дамыту. Белоктың құрамы. Белок бұл биополимер. Мономері амин қышқылдары. Амин қышқылдары карбоксил тобынан COOH және амин тобынан NH2 тұрады. Белоктардың молекулалары амин қышқылдарының тізбектерінен құралады. Белоктың құрылым деңгейлері. Белоктың 4 құрылым деңгейі бар. Бірінші реттік құрылым, екінші реттік құрылым, үшінші реттік құрылым және төртінші реттік құрылым. Енді жеке-жеке тоқталайық. Бірінші реттік құрылым. Бұл полипептидті тізбектегі пептидті байланыспен кезектесіп орналасқан амин қышқылдарынан тұрады. Екінші реттік құрылым. Бұл белок молекуласы созылған серіппеге ұқсас болады. Үшінші реттік құрылым. Бұл ерекше глобулаға ширатылған. Полипептидті тізбектер глобулярлы белоктардың ұю әдісі үшінші реттік құрылым деп аталады. Төртінші реттік құрылым. Бұл ерекше күрделі құрылысты. Белоктардың бірнеше полипептидтік тізбектерінен тұрады. Осы полипептидтік тізбектер бірігіп, бірлесіп, белоктың төртінші реттік құрылымын құрайды. Белоктың денатурациясы. Денатурация дегеніміз не? Бұл белок молекулаларының кеңістік құрылымының бұзылуы. Осы бұзылудың нәтижесінде оның табиғи қасиеттерінің жойылуы. Мысалға, тауық жұмыртқасын аламыз. Тауық жұмыртқасының белогы қалыпты жағдайда қоймалжың. Қайнатқан кезде температураның әсерінен өзінің құрылымын бұзады. Осыны біз денатурация дейміз. Белоктың қызметтері қандай қызмет атқарады? Бірінші, катализдік қызмет, тасымалдаушы қызмет, қорғағыш, жиырылғыш, құрылымдық, реттегіштік, қоректік және энергетикалық қуат көзі. Жеке-жеке тоқталайық. Бірінші, катализдік қызмет. Белоктың катализдік қызметі бұл ферменттік қасиетіне байланысты, ферментке байланысты. Ферменттерді біз биокатализатор дейміз. Яғни, ферменттер ағзада жүретін химиялық реакцияларды тездетеді. Тасымалдаушы қызметі. Тасымалдаушы қызметі қанның құрамындағы гемоглобин өкпедегі оттекпен қосылып, оксигемоглобин түзеді, қан тобы мен мүшелер мен ұлпаларға оттегін таратады. Келесі қорғағыштық қызмет. Бұл антиденелер ағзаға түскен немесе тіршілік әрекетінде пайда болған бактериялар мен вирустарды залалсыздандырады. Мысалы, қан плазмасының белогы фибриноген қанның ұюына қатысып, қан жоғалтуды азайтады. Құрылымдық қызметі. Белоктар жасушаның негізгі құрылысын құрайды, яғни жасушаның құрамындағы органоидтардың құрамына кіреді. Реттегіш қызметі. Бұл ағзада жүретін зат алмасу процестерін реттейді. Мысалы, белок инсулин организмдегі қанттың айналымын немесе глюкозаның айналымын реттейді. Келесі қоректік қызметі. Белок, май мен көмірсу негізгі тағамның негізі. Амин қышқылдары келесіні атқаратын қызметі энергетикалық. Яғни 1 грамм белок ыдырағанда 17,6 килоджоуль энергия бөлінеді. Жалпы белоктың құрамына амин қышқылдары кіреді.
Жалпы амин қышқылдарының 100-ден астам түрі белгілі, бірақ соның ішінде 20 ғана амин қышқылы белок түзуге қатысады. Сонымен қатар амин қышқылдары алмасатын және алмаспайтын болып екіге бөлінеді. Ағзада синтезделмейтін амин қышқылдары алмаспайтын деп аталады. Олар 8. Алмаспайтын амин қышқылдары ағзаға тағам арқылы түседі. Енді бүгінгі сабағымызды қорытатын болсақ, белоктар бұл негізгі тіршілік көзі. Жасуша мен жасуша компоненттердің құрам бөлігі, биоқабықшалардың негізі, сонымен қатар маңызды тағамдық заттардың құрамына кіреді. Жасуша тіршілігінде оның химиялық әрекетінің материалдық негізін түзіп, маңызды роль атқарады. Жалпы ағзадағы барлық функциялар белокпен тікелей байланысты. Олар бөліну, өсу, әртүрлі формалар түзу, тұрақтылық, қоршаған ортамен әрекеттесу, ағзада өтетін барлық химиялық реакцияларға қатысады, биокатализаторлар, яғни ферменттер жасап отырады. Сонымен белоктар бұл, қорыта айтқанда, негізгі тіршілік көзі екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.